Ассалаумағалейкум, құрметті арнамыздың көрермендері. Бүгін біз сіздерді Жамбыл облысы Талас ауданының таулы аймағында орналасқан Есейхан ауылымен таныстырмақпыз. Қаратау тауларының құшағында, сайдың ішінде, өзен бойында орналасқан бұл ауыл нағыз жанға жайлы жердің бір бөлшегі іспетті. Мұнда таудың таза ауасы, мөлдір бұлақтар, сай бойын қуалай аққан, гүрілдеп аққан өзеннің үні мен тау жоталарының көрінісі ерекше үйлесім тапқан. Есейхан тек әдемі табиғатымен ғана емес, сондай-ақ қазақтың кең пейіл қонақжай халқымен де ерекше. Мұнда келген адам жан тыныштығын тауып, нағыз даланың рухын сезіне алады. Бүгін біз сіздерді осы ерекше ауылмен жақынырақ таныстырып, оның тыныс-тіршілігін бірге сезінуге шақырамыз. Ендеше осы видеоблогымызды соңына дейін көруге шақырамыз. Есейхан ауылы Талас ауданының батыс бөлігінде орналасқан. Ауыл табиғатымен ғана емес, тарихымен де мақтана алады. Ауылдың атауы Есейхан есімді тарихи тұлғамен байланыстырылады. Халық аңыздарына сенсек, Есейхан батыр ел қорғаған, әділдігімен аты шыққан көсемдердің бірі болған деседі. Ауылдың тарихы сонау 20 ғасырдың басынан бастау алады. Кеңес дәуірінде мұнда колхоз құрылған, ауыл шаруашылығы жақсы дамыған, мал шаруашылығы мен егіншілік ауыл өмірінің негізгі тірегі болған. Қазірде ауыл халқы ата кәсіппен айналысуды жалғастырып келеді. Есейханда мектеп, мәдениет үйі, кітапхана, мешіт бар. Ауыл балалары білім алып, өнермен айналысып, ұлттық құндылықтарды сақтауға ерекше мән береді. Ауыл халқы өте еңбекқор, бір-біріне бауырмал. Осындай ортада өскен жастар болашақта елге қызмет ететін азаматтар болып қалыптасатыны айқын. Есейхан табиғаты жайлы айтатын болсақ, көктемде жасылға малынған дала, жазда жайқалған егін, күзде алтын түске боялған табиғат. Есейхан шын мәнінде ерекше мекен. Есейхан тарихы бар, болашағы зор ауыл. Мұндай ауылдар еліміздің алтын діңгегі. Осындай көркем мекендерді көбірек танып бағалайық. Жолым түскен сайын жаным жадырайтын, қашық болса да жүрекке жақын бір ауыл бар. Ол Есейхан ауылы. Бұл ауылға ат басын бұрып келуінің себебі болған тек қана жай қызығушылық қана емес. Осы жерде өмір сүретін асыл жандар, қонақжай нағашыларым. Нағашыларым қазақы дәстүрдің қаймағын бұзбай сақтаған, кең дастарханы, жылы қабағы, еңбекқор мінезімен танылған жандар. Олар көп балалы отбасында өмірге келіп, өздерінің еңбекқорлығымен, маңдай терімен молшылыққа жетудің үлгісін көрсетіп келеді. Соның бірі менің нағашы атам, марқұм Талас өңіріне белгілі Рахманқұл молда. Ол жай ғана ауыл қариясы емес, тарихтың тірі куәгері, руханияттың шамшырағы болған жан. Рахманқұл Қасымұлы ұлы отан соғысының ардагері, Ленинград блокадасында адам төзгісіз жағдайда қаланы қорғаушылардың алдыңғы қатарында шайқасқан. Ел басына күн туған жағдайда ол отан соғысы үшін қан төкті. Сол майданда ауыр жараланып, туған жерге, туған Таласқа аман есен оралды. Соғыстан кейін Рахманқұл атамыз қол қусырып отырмады. Ел қатарлы еңбекке араласты. Колхоздың шаруасына белсене қатысты. Еңбек етіп жүріп, елдің ықыласына бөленді. Бірақ ол кісінің шынайы ерлігі тек соғыстағы жеңісімен өлшенбейді. Атеистік заманда дінге тыйым салынған уақытта Рахманқұл молда ауылдың діндарларын жинап, жасырын түрде намаз оқытып, ораза ұстатып, имандылықты сақтап қалды. Ол дінін жүрегімен ұстанған адам еді. Күндіз колхозда жұмыс істеп, кешке мешітсіз мешітте, ауыл үйінде халыққа иман үйретіп жүретін. Бұл нағыз рухани күрес болатын. Жан жары Зайыпкүл апамыз екеуі иманды ұрпақ тәрбиелеп, бір шаңырақтың ғана емес, бір әулеттің негізін қалады. Бұл қыздарына өнегелі тәрбие беріп, салт дәстүр мен дін сабақтастығын жалғастырды. Рахманқұл молда менің анам Мырзакүлдің әкесі. Рахманқұл атамыздың өмірі тек отбасына ғана емес, барша ауылға өнеге. Адам рухы мықты болса, оны заман сындыра алмайды. Рахманқұл молда соның дәлелі.
Егер сіз де өз ата-бабаңыздың ерлігі мен өнегелі жолын ұмытпай ұрпаққа жеткізгіңіз келсе, осы видеоны бөлісіңіз. Тарих тек кітапта ғана емес, жүректе де сақталады. Есейхан ауылында еңбек пен адалдықты ту еткен бір азамат бар. Ол Әбдікәрімов Ардақ Бексұлтанұлы. Ардақ көп балалы отбасының қарапайым, бірақ рухы мықты перзенті. Әкесі марқұм Бексұлтан атамыз ауылға еңбегімен сыйлы болған, қарапайымдылығымен қадірлі жан еді. Ардақ сол әкенің жолын жалғап келеді. Бүгінде ол мал мен егін шаруашылығын қатар алып жүрген іскер азамат. Таңды мал қорадан бастап кешті егістік басында аяқтайтын еңбек адамын айтуға оңай. Бірақ сол өмірді сүру нағыз ерлік. Жұмыстың ізі бар, бірақ шағымы жоқ. Ардақ үшін ауыл жай ғана мекен емес. Ол ата жолы, баба аманаты. Есейхан төсінде еңбек етіп жүрген осындай азаматтар ауылдың алтын қазығы. Ал мына біз бүгін Есейхан ауылына келіп қалдық. Осы ауылда келгенде осы ауылдың белгілі кәсіпкері, өзім нағашым Әбдікәрім Ардақ ағамыздан сұхбат алуға келдік. Арекен, ауылда осы шаруашылығы бар, жеке кәсібі бар адам өзіңсіз. Осы кәсібіңіз жайлы бір ауыз айтып жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум. Мен осы Ардақ Әбдікәрім Бексұлтанұлы. Осы Есейхан ауылында туып өскенмін. Жеке кәсіпкермін, шаруа қожалығым бар. Осы міне өздеріңіз көріп тұрғандай мен техника, осы әкемізден қалған, әкеміздің жолын қуып, мал шаруашылығымыз бар, ұстап отқан. Ауылымыздың жағдайы міне осы көздеріңіз көріп отырсыздар, жақсы жағдайы. Жол салып берді биыл өкімет. Су жүргізді, Су жүргізді, газ, құдай қаласа биыл газды кіргіземіз деп жатыр, наурыз айынан басталайын деп жатыр. Жалпы жақсы енді жағдайымыз. Өзіміздің де жағдайымыз жақсы, ауылдың да жағдайы жақсы. Құдай қаласа осы газ кірсе, енді одан да күшті болайын деп тұр бәрі. Енді мынау алла қаласа көктем маусым келе жатыр ғой, егістікке шығатын биыл тағы жоспарларыңызда бар ма? Қанша бидай егесіздер ме, тар егесіздер ме, арпа ма? Сол жемшөп жағы қалай болып отыр? Жемшөп жағы біз күздік бидай егеміз. Құдай қаласа осы парға егіп қойдық. Енді Құдай қаласа осы немізді отын жағар майымыздың бәрін дайындап, көктемде Құдай қаласа осы арпа егеміз, бір 50 гектар. Мақсар егеміз. Основной еміз күздік бидай пара айдаймыз. Күзде Құдай қаласа осы көктем шыққаннан кейін бір 50-200 гектар сонымыз. Айландырып отқанымыз осы. Суармалы жер жоқ бізде. Оның бәрі малдың жемшөбіне кетеді ғой, сол мақсатта ғой, или қалай? Сол мақсатта ғой, мал бордақлаймыз, өз жаңа жоңышқамыз бар, 30-40 гектар шөп. Сонымен сол артылғанын сатамыз, енді жаңа неміз бар, майымыз бар, май суымыз бар дегендей. Темір тезегіміз, запчастымыз бар. Өзіміз күніміз көріп отырмыз. Енді мал демекші, қазір шамамен субсидия беріп отыр мемлекет, өкіметтен. Сізде сол алған шығарсыз мал, сол бойынша қанша бас мал бар шамамен өзіңізде қазір? Менде қазір 400 бастай саулық бар. Бір 30 бас иізді мөрі қара бар. Жылқы баласы бар, бір 50 бастай. Субсидия алып отырмыз ғой, малға жақсы өкімет төлеп отыр ғой. Жылда алып отырмыз. Тапсырып қойдық, Құдай қаласа осы береді енді. Күтіп отырмыз. Алып отырмыз жылда. Енді мынау техникалардың бәрін өзіңіз уақытылы қарап, май суын ауыстырып, өзіңіз күтесіз ғой, өзіңізде техника қолыңыздан келеді ғой осы? Или көмекшілеріңіз бар ма? Жоқ, өзіміз осы жұмысшы бар, 2 жұмысшы. Тек сезон уақытында айдайды, жаңа тракторлерді. Басқа кезде өзім басқарып, біреуін Казагрофинанстан алғанбыз, былтыр біреусін уже 3-ші жыл болды биыл алғанымызға. Жаңа трактор бәрі, жаңа техника. Жақсы. Жұмыстар сол сезон уақытында жалдаймыз ғой, так
круглый не жоқ, жұмыс сондай жоқ қой бізде. Ал Ареке, рахмет. Сізді бұрыннан білетін, бұрынғы көкемде сіз сияқты еңбекқор еді, сол кісінің жолын қуған екенсіз сізде. Алла қаласа енді бұдан да үлкен жетістікке жете беріңіздер. Алла қаласа тағы да келеміз, сүрсек деген ойымыз бар. Рахмет сізге. Рахмет. Сонымен қатар осы Есейхан ауылында өмірге келіп, қазіргі кезде жұмыс бабымен Тараз қаласында тұратын Есейхан ауылының тумасы Қасымов Әбдінәсір ағамыздан осы ауыл жайлы сұхбат алуды жөн көрдік. Ассалаумағалейкум халқым. Әсіресе мынау Қаратау совхозының халқы. Бәріңізге мархабат, құрмет. Міне осы ауылда туып өстік. Осы таудың үстінде тайғылындай тебісіп, кішкентай кезіміз осы ауылда өтті. Мынау Шымылдық деген ауылымыз атымызда тұрған. Үлкен ауыл, үлкен тау. Сойқа қой бағатынбыз. Еріккеннен барып қоян түлкі қуатынбыз кезінде. Қазір әлі сол есімізде балалық кезіміз. Қой бақтық, сиыр бақтық, жылқы бақтық. Ол әке-шешеміздің арқасында. Енді солай дәрежеге жетіп, қазір қалада, Тараз қаласында тұрып жатқан жағдайымыз бар. Бүгін аяқта жешеміз бар. Қолында өскен 11 бала туған жешеміз бар. 7 қыз, 4 ұл туды. Ағамыз сәл науқастан кетіп қалды. Жеңгеміз бар, сол кісі бүгін соғым басына шақырып, ағайындардың басын қосып, бәрімізге тамақ беріп жатқан жағдайы. Бәріміз кеп осы тауға шығып, кішкене дем алып, таза өшіп, баяғы кішкентай кезіміздегі ойнап күлген шақтарымызды бір еске алып отырған жағдайымыз. Енді келіңіздер, біздің ауыл керемет. Мынау сәл қыс айы, ертең март-апрельде келсеңіздер, көкпенбек тамаша ауа райы. Бұяқтың енді ауа райына қызығады елдің бәрі. Қаладан келгендер әсіресе мынағыңыз керемет қой дейді. Міне бала кезімізде осы жерге түсетінбіз, нағашылардың ауылына келеміз. Мына жерде бүкіл ауылдың балалары жиналып сұхбат түсетін жазғы күні осы жерде. Мына сол Қарқұл Есейхан ауылындағы өзен сайдың ішіне ағып жатқан. Есейхан ауылында жүрек жылуымен, төзіммен, махаббатпен үлкен бір шаңырақта үйітіп отырған бір аяулы ана бар. Ол Жұмакүл апамыз. Қазақ батыр ана деген ұғымды жай айтпаған. Бұл атақ ерлікпен тең. Жұмакүл апа 11 баланы өмірге әкеліп, 7 қыз бен 4 ұлды өсіріп, әр қайсысын өз атауына қондырған асыл ана. Жолдасы марқұм Бексұлтан атамыз екеуі еңбек пен өнегені серік етіп, шаңырақтың шырағын бірге жақты. Еңбекпен, бірлікпен, сабырмен өмір сүріп, артынан үлгілі ұрпақ қалдырды. Бүгінде сол балалар әр салада елге қызмет етіп жүрген арда азаматтар мен ардақты аналар. Ал осының бәрінің түп тамыры Жұмакүл апамыздың жүрегі мен ана мейірімі. Жұмакүл апамыз бір отбасының ғана емес, бүтін бір ұрпақтың анасы. Жұмакүл апа Есейханның ақ жаулығы, алтын жүрегі. 18 жасымда Қожа еліне 69 жылы 12 апрельде келін болып түстім. 11 бала шағам бар, барлығы өсіп өніп, өздеріменен үйлі жайлы болып кеткен. 7 қызым бар, 4 ұлым бар, барлығы үйлі жайлы болып, бала шағалары өсіп өніп үйлі болып кеткен. Өзім осы баламның қолындамын, 2 баламның. Ардақтың қара шаңырақта отырмыз. Бәрі жақсы. Ақбөбе деген келінім бар, медсестра болып жұмыс істейді, 5 баласы бар. Көкеммен қанша жыл? 45 жыл. 45 жыл. Аха. 45 жыл. Көкем қандай еді көкем? Жақсы кісі ғой ол кісі. Басында трактор айдаған, кейін бригадир болып,
көзі кеткенше сол неменен механизатор тірлігін істеп, өзі еңбекқор, өзінің несіменен өсіп өнген адам. Адамдардың бала шағасыменен жеткізіп, жетілдіріп кеткен кісі. Уақыт алға жылжиды, заман өзгереді. Бірақ Есейхан сияқты ауылдар, оларда туып өскен жандар үшін уақытпен бірге кетпейді. Жүректерінде мәңгілікке қалатыны сөзсіз. Есейхан осы ауыл тұрғындары үшін жай ауыл ғана емес. Бұл тарихы терең, тағдыры бай, тамырын тереңге жайған мекен. Мұнда әр көше мен әр үйдің босағасында өткен күннің жарқын естеліктері жазылған. Бұл ауылда өткен мен болашақтың арасын жалғайтын алтын көпір бар. Біз бүгін сіздерді Есейхан ауылымен таныстырдық. Бұл видеоблогымыз осы ауылда туып өскен, қазіргі кезде басқа қала, ауылдарда тұрып жатқан әрбір жан үшін баяғы жастық шақ пен жарқын естеліктерін еске алдырып, ауылға деген сағынышын басатынына кәміл сенеміз. Себебі ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Осымен біздің бүгінгі Есейхан ауыл туралы видеоблогымыз аяқталды. Құрметті арнамыздың көрермендері, арнамызға тіркеліп, жылы пікір жазып, арнамыздың сілтемесімен басқа әлеуметтік желілерде бөлісе жүріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі кездескенше Алла амандығын берсін дейміз.